Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздермен бірге Майра Берікқызы, педагог зерттеуші. Бүгін мен сіздерге әдебиет сабағында қолдана алатын екі әдіс тәсілді ұсынғым келіп отыр. Мен өз тәжірибемде осы екі әдіспен жұмыс жасаймын. Қандай да бір шығарманы оқып болғаннан кейін оқушыларға білім пирамидасын ұсынсаңыз болады. Ол пирамидада оқушылар мына сұрақтарға жауап беру керек. Шығармадағы басты кейіпкерлер кімдер? Кейіпкерлерге сипаттама бер, оқиға орнын суретте, шығармадағы іс-әрекетті талда, шығарманың қазіргі өмірмен байланысын анықта деген сұрақтар қоюға болады. Осы арқылы оқушы қандай дағдыға ие болады? Талдау жүргізу дағдысына ие болады және өмірмен шығармада көтерілген өзекті мәселені өмірмен байланыстырады. Келесі әдісіміз кім, не, қашан, қайда, неге деген 5 сұрақтың төңірегінде құрастырылады. Яғни осы шығарма бойынша оқушы осы сұрақтардан басталатын сөйлемдерді құрастырып, бір-біріне сұрақ қою арқылы шығарманың мазмұнын, шығармада болған оқиғаны, шығармада көтерілген өзекті мәселені, қазіргі өмірмен оның байланысы қандай екенін осы сұрақтар арқылы анықтай алады. Құрметті әріптестер, бұл менің ұсынып отырған екі әдісім. Алдағы күндерде тағы да заманауи әдіс тәсілдермен бөлісетін боламын. Менің арнамнан ұзақтап кетпеңіз. Келесі жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.